Сәлеметсіңдер ме, құрметті екінші сынып оқушылары? Әдебиеттік оқу сабағы 86-шы сабақ. Тақырыбы найзағай. Сабақта негізделген оқу мақсаты шығарманың тақырыбы мен үзіндісін сүйеніп оқиғаның соңын болжау. Мұғалімнің көмегімен көркем шығармадағы оқиғаның басталуын, дамуы мен аяқталуын анықтау. Оқушылардың барлығы мынаны орындай алады: оқулықта берілген және қосымша тапсырмаларды орындайды, жазба жұмыс жасайды, сұраққа жауап бере алады. Қадам алға. Қызықты мәлімет. Табиғаттың тосын сыйы. Жаңылтпашты бірге отырып айтайық, кәне балалар. Көктем жауын шашынсыз болмас, жауын шашынсыз болмаса, жасынсыз болмас. Қазір балалар бейне көрініс, жаңбыр түрлері және найзағай. Ал будақ жаңбырлы күндері аспанда найзағай жиі жарқылдайды. Ол бұлт пен жер арасында болатын ұзындығы бірнеше шақырымға жететін электрлік ұшқынды разряд. Найзағай табиғи құбылыс. Оның жарқылы үлкен разрядты тоқпен тең. Температурасы 300 000 градусқа дейін жетеді. Бұл дегеніміз күн аймағындағы температурадан 6 есе жоғары. Найзағай адамға түссе, оның соңы өлімге алып келуі мүмкін. Жыл сайын әлемде найзағайдың кесірінен 3000 адам қайтыс болады екен. Естеріңізде болсын. Жасын бей ғимараттарға және жылтыр заттарға түседі. Ең дұрысы, жаңбырлы күндері күн күркіресе, сыртқа шықпағаныңыз дұрыс. Балалар, бүгін Дәулет Қасенов атамыздың найзағай мәтінімен таныс боламыз. Дәулет Қасенов Қарақалпақстанның Қоңырат ауданында туған, 1961 жылы шыққан жас ақын жазушылардың жас дәурен жинағына кірді. Дәулет Қасенов арқылы ақын адалдық пен арды ту етіп көтерген азамат. Шығармалары Аңсау, Арман сапары, Өмірге саяхат, Мен ғашық едім, Құмдағы мұнара. Оқулықпен жұмыс. 88-89 бетті оқулығымызды ашамыз, найзағай мәтінін түсініп оқимыз. Жазғы демалыс кезі. Біз жүгерінің арам шөбін отап жүредік. Күн күйіп тұрған. Түске таман аспанда қара бұлт пайда болды да, ұлғая аспанды түгел жайлап алды. Дала күңгірттеніп түнере түсті де, жаңбыр құйып кетті. Қос едәуір жерде еді. Жұрт паналар жер таппаған соң, кетпен күректерін төбелеріне тосты. Төңкерілген көп кетпен жыпырлап тұр. Найзағай жарқылдап шатыр-шытыр күн күркірегенде, менталдың жай тартатыны есіме түсіп кетті. Қашыңдар деп айғай салдым. Кетпенді тастап қашыңдар дедім дауыстадып. Болатта менің ойымды түсінгенде, кенет шыққан ашы дауыстан шошып қалған жұрт кетпен күректерін лақтырып қосқа қарай қашты. Демде ұзап кеттік. Көп кешікпей жаздың жылы жаңбыры басылды да, лезде аспан шайдай ашылып, бұлт арасынан жарқырап күн шыға келді. Қайтып орнымызға келсек, әлгі жерге жасын түсіпті. Кетпен күректердің кейбіреулерін жапырып, кейбіреуін кесіп, жеріне сіңіп кетіпті. Бұл көріністен жаны түршіккен қарттар: "Опырмай-ай, осы жерде тұра берсек не болар еді? Білгендеріңнен, оқығаныңнан айналайын, өркендерің өссін" деп Болат екеумізге алғыс айтты. Балалар, кетпен күрек дегендерді біз білеміз, міне суретінде көріп тұрмыз. Ал найзағай деген не? Бұл найзағай, бұл шағылыстан жарықпен және кенет дыбыстан күн күркіреуімен лесіп жүретін түйдек бұлттардың электростатистикалық зарядының ұшқын разрядтары. Енді балалар мәтінмен жұмыс жасаймыз. Найзағай әңгімесін іштей тізбектей оқимыз. Найзағай сөзін орыс тілінде, ағылшын тілдерінде аударып көрейікші кәне. Найзағай әңгімесін оқығанда ойларыңа не түйдіңдер? Жаңылтпашты оқиық. Жаңылтпашты жаңылмай айтуға жаттық. Көктем жауын шашынсыз болмас, жауын шашында болмаса, жасынсыз болмас. Жасын сөзінің мағынасы жұқ сөзді жаз. Енді тексеріп салыстырайық. Найзағай сөзінің ағылшынша және орысша сөзін тексеріп алайық. Екінші, темір металдардың астының жанына ықтамауымыз керек. Ағаштарды паналамау, ұялы телефонмен электр қуатын өшіру, үйдегі тұрмыстық техникаларды электр қуаттарынан ажырату керек. Биік ғимараттар мен
жылтыр заттарға түседі екен көбіне. Жасын деген ол найзағай деген мағынаны білдіреді екен балалар. Енді балалар, дәптермен жұмыс, сөздік жұмысы. Қос, өмірде шаруашылықта уақытша пайдаланатын баспана. Яғни қос деген ол сол жерде адамдар тұратын баспана екен. Кетпен, шаруашылықта, тұрмыста қолданылатын еңбек құралы. Дәптерімізге жазып аламыз. Балалар, үйге тапсырма: найзағай әңгімесін оқу, мазмұндау, 88-89 бет, сосын дәптермен жұмыс, 42 бет. Найзағайдан қалай қорғану керек? Ереже құрастырамыз өзіміз. Егер балалар сабақты жақсы түсінсек, күлегештер арқылы өзімізді сабақты қалай түсінгенімізді, түсіндім, түсінбедім деген күлегештерді жібереміз.